Қайырлы күн, әріптестер. Бастауыш сыныптан 2025 жылғы тестте келетін сұрақтардың бір нұсқасын талдайтын боламыз. Сонымен, сипаттау мәтініне қойылатын сұрақ. Сипаттау мәтініне қандай деген сұрақ қоямыз. Мәтіннің тақырыбы дегеніміз мәтіндегі қысқаша ойды немесе тақырыпты білдіреді. Күшейткіш буын арқылы жасалған сөздер. Бұл жерде күшейткіш буын арқылы жасалатын сөздер үп-үлкен, тәп-тәтті деген сияқты сын есімге қатысты сөздерді айтып тұр. Берілген жиындағы артық элемент: сілеусін, арыстан, жолбарыс, өрнек, қабылан. Жануарлардың аты берілген екен, өрнек деген артық сөз болады. Ең үлкен ғаламшар: Юпитер. Жыл басы ертегісіндегі кейіпкердің сөзі: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді. Ол қойдың сөзі. Өйткені қойдың жүнінен киіз басып, сол киіз арқылы киіз үйді жапқан. Жіктеу есімдігінің септігі: маған бар шындықты жасырмай айтшы. Бұл жерде маған деген жіктеу есімдігі бар септікте тұр. Мен, менің, маған болып солайынан кете береді. Шегіртке мен құмырсқа мысалындағы құмырсқаға қатысты сөздер. Яғни варианттар беріледі, сол кезде құмырсқаның сөзін тап деп тұрады. Еңбек сүйгіш, шаруақор деген сөздер. Жарқырайтын құйрығы бар ғарыш денесі: комета. Жапырақтары жалпақ болатын өсім. Ылғал сүйгіш өсімдіктердің жапырақтары жалпақ болады. Қорқу мағынасындағы тұрақты сөз тіркесі немесе тіркестерін тап. Екі көзі төрт болды. Төбе шашы тік тұрды. Зәресі зәр түбіне кетті деп келеді. Бұл жерде мен келіспейтінім, екі көзі төрт болды деген күтуге байланысты тұрақты тіркес, бірақ қорқу мағынасындағы тұрақты тіркес ретінде дұрыс жауапқа берілген екен. Табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі кейіптеу деп аталады. Ол мысалы Абай Құнанбаевтың қыс деген өлеңінде аязды адам кейпінде суреттегенін мысалға келтірсек болады. Сөйлемдегі сөздер байланысу үшін қажетті қосымшалар қатары: сәуле, іні, ауыр, хал. Сәуленің інісі ауырып қалды болады. Нің, ды деген жауап болады, соны белгілеу керек. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деп айтқан кім? Ол Төле бидің сөзі. Қатардағы артық сөз: мен, өзі, саған, бәрекелді, ешкім, барлығы. Есімдіктер берілген екен, бұл жерде бәрекелді деген одағай сөз қосылып кеткен, артық сөзіміз бәрекелді. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады, елін сағынған сайын жусанды иіскеп мауқын басады деген мәтіннің бір бөлігі екен. Бұл Бейбарыс Сұлтанға қатысты. Мәтін кейіпкері мектепке арналған әліппе, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалалар жазып, өлең шығарды, аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, Қырғымысал деген атпен кітап шығарды. Бұл бәрімізге белгілі Ахмет Байтұрсынұлы. Бақыт құсын іздеген кейіпкер кім еді? Әмзе деген жігіт туралы бақыт құсы деген мәтіннен алынған екен. Тасбақаның көбею жолы: тасбақалар жұмыртқа басады. Ел танудың басы жеті атаны білуден басталады. Бұл Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя деген әңгімесінен алыныпты. Үрме бұршаққа ұқсас жүп мүше: ол бүйрек.
сөйлемдегі сын есімді тап. Бұл кезде күрделі дабыл қағылды. Қандай күрделі? Күрделі дегеніміз сын есім болып. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрін, кескін келбетін суреттеуді портрет деп айтамыз. Өлеңде кездескен тұрақты сөз тіркесі күзетем деп қақпаны жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы оң жақта. Бұл өлеңдегі тұрақты сөз тіркесі жаны бір жай таппады. Екінші ұстаз Әл-Фараби. Іші қуыс бұлшық етті мүше, ол қуық. Ауладағы сенбілікке 420 адам шықты. Олардың 10-нан 3-і ер адам, 10-нан 6-сы әйел адам. Қалғандар балалар. Неше бала сенбілікке қатысты? 10-ға бөлеміз. 42 болады. 9-ы ер адам мен әйел адам болса, бір бөлігі балалар болған үшін 42 дұрыс жауап болады. Ауыспалы мағынада қолданылған сөз тіркесі. Бұл жерде тура мағынада және ауыспалы мағынадағы сөздерді жазылып қойылған. Ауыспалы мағынадағы сөз ашық мінез. Сын қимыл үстеуін тап. Ет бетінен әрең деген сөздер. Бала мына жоғалтқан әйелді кейкен, өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне бер деп билік айтқан, ол Қазыбек би. Сескенбеу сөзіне мағыналас болатын сөз. Қорықпа немесе қаймықпау деп айтамыз. Өз қорегін өзі өндіретін тірі ағза. Өсімдік. Бұл мәтінде оқиға құбылыстың себебі түсіндіріледі, дәлелденеді. Ол пайымдау мәтіні. Омыртқасыз жануар. Ұлу. Адамдағы ең күшті бұлшық ет, жүрек деп шатаспау керек, ол шайнау бұлшық еті. Туынды сын есім. Ақшыл. 90 градустан кем бұрыш, ол сүйір бұрышқа жатады. 90 градус бұрышты тік бұрыш дейміз. 90-нан үлкен болса, доғал бұрышқа жатады. 180 градус жазық бұрыш болып есептелінеді. Еліміздегі ұлттық саябақтар құрамына жатпайды. Бұл жерде ұлттық саябақтардың аттары жазылған. Жатпайтын қайсысы деп? Барса келмес. Ол қорыққа жатады. Төбе шашы түк тұрды тұрақты сөз тіркесінің мағынасын сұрайды. Ол қорқу. Және де осындай есептер беріледі. 5 есеп тұр екен. Тік төртбұрыштың ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі туралы есептер. Бұл жерде көлемді табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Қалған жағдайда бөліп, көбейтіп және бөлу арқылы шығарамыз. Қазір мен көрсетейін сіздерге. Кестеде көрсетілген 5-ші есептегі тік төртбұрыштың биіктігі. Осы жерде нешінші есепті сұрап тұрғанына мән беру керек. Бірінші есепке қарап, жаңағыдай қате жауапты белгілеп кетуге болмайды. 5-ші есепте ұзындығы, ені белгілі, биіктігі белгісіз болып тұр екен, соны тап деп тұр. Көлем белгілі болып тұр. Бұл жерде біз ұзындығы мен енін көбейтіп, көлемді ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне бөлеміз. Сол кезде биіктігіміз 20 сантиметр болып шығады. Келесісінде кестеде көрсетілген 3-ші есептегі тік төртбұрыштың енін тап депті. Бұл да тура сол жолмен шығарылады. 15-ті 3-ке көбейтіп аламыз. 45 болады. Биіктікке көлемге бөлеміз. 90-ды 45-ке бөлгенімізде еніміз 2 метр болады.
келесісінде кестеде көрсетілген төртінші есептегі тіктөртбұрыштың ауданы депті. Ауданды табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін бір-біріне көбейте саламыз. 70-ке 1-ді көбейтсек, 70-дің өзі шығады, 70 дециметр куб болады. Келесісінде кестеде көрсетілген бірінші есептегі тіктөртбұрыштың көлемі, бұл да дәл жаңағыдай шығады. 12, 3, 2 барлығын көбейтеміз. 72 метр куб шығады. Соңғысы кестеде көрсетілген екінші есептегі тіктөртбұрыштың ұзындығы 128 дециметрді 16 мен 2-нің көбейтіндісіне бөлеміз. Сол кезде 4 дециметр шығады. Келесі есеп. Тіктөртбұрыштың периметрі 246 сантиметр, ал ені 30 сантиметр болса, ұзындығы неге тең дейді. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосатындығымыз белгілі. Ал енді бізде 30 сантиметріміз белгілі болса, 30-ды 30-ға қосамыз, 60, 246-тан 60-ды азайтып, оны 2-ге бөліп 93 шығады. Келесі сұрақ. Екі жағы тұйықталған сызық, ол кесінді. Сандар тізбесінің жалғасы. Бұл жерде 33 санға кеміп отырған. 212-ден 33 алсақ 179, одан 33 алсақ 146 деген сияқты. 113-ден 33 80 шығады. Разрядтық қосылғышы дегеніміз 100 мың қосу 40 мың қосу 5 мың қосу 300 қосу 20 қосу 6 деп жазылған вариантты дұрыс деп белгілеймін. 111 көбейту 5 тең депті да, бос орынды толтыр деп қойыпты. 100 көбейту 5 қосу 10 көбейту 5 қосу 1 көбейту 5 деп шығарамыз. Жазық пішінді геометриялық фигуралар қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Ол дегеніміз периметр. Кему ретімен берілген қатар уақытқа байланысты берілген екен, астына көрсетіп кететін боламын. Центр деп аталатын нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиынтығы тұйықталған сызық, ол шеңбер деп аталады. 10, 800, 20, 730, 640, 500, 50 қосарланған сандар тізбегінің жалғасы сұрапты. Бұл жерде ондығымыз көбейіп жатыр, жүздігіміз азайып жатыр екен. 50, 400, одан кейін 60 болады. Шаршының қасиеті. Шаршының барлық қабырғалары тең. Тіктөртбұрыштың қасиеті. Қарама-қарсы қабырғалары тең. Қос теңсіздіктің шешімдер жиыны. Бұл жерде К-мыз 4-ке немесе 5-ке тең. Математикадағы пікірдің түрлері: жалған пікір бар, ақиқат пікір бар, және аксиома дәлелденбейтін пікір. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, жалғасы болады. Міндетті түрде каналымды қарап жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.